Жапсарлас салынған екі отбасылық ұзын үйдің оң жағындағы есік кеңгені Раушанды, беті бір-ақ уыс арық, қартаң кенжегіл кейуана қуана қарсы алды. Оның дәл қазіргідей балаша мәз болғанын алғаш көруі. Көптен жолын тосып, сарыла күткен жандаяқ алдынан шығып, бетінен сүйді. Бұл кісі күйеуі Қадыржанның әкесінің қарындасы, яғни әпкесі. Сөйтсе де кездесулері сирек. Мектептегі жұмыс, үйдегі балашаға дегендей уақыт тапшы. Жақсы келдің ғой, ішкі шерімді шығартатын жанашыр жоқ. Іш құса бобақ біттім, деді қоңыр көздері жасаурап. Бірдеме болды ма әпке? Келін дұрыс боп кездеспеді ғой. Тағдыр сордан арылтпай-ақ қойды. Дұрыстап айтыңызшы, сыйламай ма? Сыйлағанды айтасың, адам орнына оқынбайды. Үй шаруасын ұқсата алмай жатқан соң көрсетейін деп қасына келсем, өзім тындырамын, отыра беріңіз деп кеудемнен етергендей кіжінеді. Қысқасы, өзі білмейді, білгеннің тілін алмайды. Күн ұзаққа қабағын түйіп ап, ұрысқан адамша жағашпауға бар. Бетіне қарап бірдеме деуден жасқанатын болдым. Күйеуімен қалай? Екеуі әмпей-жәмпей. Күйеуінің төбесі көрінді-ақ жадырап сала береді. Ал енді оны сөзден тоқтатып көр. Нұрбекке отбасындағы ұсақ-түйек нәрселердің әңгімесін бүге-шігесіне дейін жіпке тізгендей етіп жеткізеді. Ол келіншегін бар ынты-шынтымен тыңдап, арасында қарқылдай күліп қояды. Күйеуінің өзін қошеметтегеніне арқаланып, одан сайын лепіреді. Өздері менің бар жоғымда естерінен шығып кететін сияқты. Келінің жаман болса, баланнан көр деген, гәп балаңызда болды ғой. Дұрыс айтасың, әйелінің теріс мінез, тетір қылықтарын жөнге салып, түзетіп отырса бұлайша еркінсімес деді. Әйелін жақсы көргеніне қарсы емеспіз, тек құлдық ұратындай не көрінді екен. Бір сол деп тілеуін тілеп отырған кәрі шешесінің көңіліне қарау деген жоқ. Балан жаман болса өзінен көр деген. Жалғыз ұл деп әспеттеп басынан құс шырмағаным да рас. Есіктегі басымды төрге шығарады деп үміттенгенім ғой. Әпке, мен асығыспын. Бұйымтайым мына көршіңіздікінде, бұнда жаңылып кіріп кетіппін. Келініңізге ақыл кеңес беруге тырысамын, егер мені де тыңдамай қоймаса. Сені тыңдайды, деді сенімді түрде әйелдер кеңесінің төрайымы, әкімнің беделді, сенімді адамысың. Сені жаман қатын емес, бастықтарды тыңдайды. Раушан сыртқа шыққанында күн еңкейіп қалыпты. Сыныбындағы оқушының ата-анасымен сөйлесуді кейінгі күндердің үлесіне қалдырып, үйіне қарай асыға басты. Мектептен келе жатқан Раушанның алдынан ойынан шықпай жүрген келінінің өзі де кездесті. Раушанды көріп тоқтап амандасты. Түріне қарасаң, еш кінәраты жоқ, адамдай сызылған, ізетті, инабатты. Адамның беті перде ғана, шын адам соның ары жағында демеп педі, бір ойшыл. Сәлеметсіз бе, тәтей? Сәлемет, отбасының аман ба? Аманшылық. Қайдан келесің? Қанымгүлдің жағдайын білейін деп кегенге барғанмын. Ініңіздің келіншегін айтам. Екеуіміз сыныптастармыз. Солай ма? Иә, бүгін сіздердігіне соқтым. Анаңыздың мейір шапағатына, адамгершілігіне тәнті болдым. Қайран қалдырды. Қалай? Үйлеріңізге кіріп, Қанымгүлді сұрадым. Қанымгүл түнгі кезектен келген, ұйықтап жатыр. Өзі оянғанша мазаламай-ақ қой, деді апа. Менің антарылып қалғанымды байқап, ішке кіргізіп, ас үйге шақырды. Тереу дастархан жайып, апам екеуміз шай іштік. Бір кезде Қанымгүл оянып қасымызға келді. Шашы дудырап кеткен. Онысына бола ыңғайсызданып жатқан ол жоқ. Ұйқы қанды ма деген апа, құрбыңа тамақ жаса деп бөлмеден шығып кетті. Бізді оңаша қалдырғаны, әңгімелеріне кедергі келтірмейін дегені. Шіркін, менің де енем сол кісідей болса ғой. Балжан, мен де өзіммен енем туралы сөйлеспекпін. Мен енем туралы ма? Иә. Сізге де жамандаған екен ғой. Қазір ғана күлкі керілген жүзі сұрланып, бетінің түгі сыртқа түйіп, қабағы түйілді. Балжан, енен менің қайын әпкем. Ет жақынını сыр ашса, оның несі айып? Жалғыз келінінің өзін сыйламайтынын маған айтпағанда кімге айтады? Бұл өсек емес, шындық. Енен менің шешемнің көшірмесі бола алмайды.
Құдай екеуін екі түрлі қып жаратқан. Енен қандай болса да көтеріп, бетіне қарсы келмеуің керек. Нұрбек кейуананың жалғыз ұлы. Сен екеуінен басқа ешкімі жоқ. О кісінің қандай екенін білмейсіз ғой. Істемеген ісінен ши шығарып, кемшілік іздеп отырады. Мінезіне адам төзіп болмайды, бірден кінәлай жөнеледі. Шешен жақсы тәрбие бермеген деп ата-анама тіл тигізеді. Балжан, шындық ащы. Жанына батса да мойындауың керек. Кенжегүл әпкем көпті көрген көнекөз қария. Зейнетке шықпай тұрғанда әйелдер бригадасын басқарған. Өтірік көлгірсімейді. Кімге де болса кемшілігін бетке айтқан үшін ол кісіні шындықтың шамшырақ атаған әріптестері. Ол кісі бекер кінәламайды, демек көңілінен шықпайтын шикілік бар тәрбиеңде. Бала тәрбиесіне ата-ана тікелей жауап дегені рас. Әкеге қарап ұлға, шешеге қарап қызға баға берушілік бізде бұрыннан қалыптасқан. Оған бола шала білінудің қажеті жоқ. Артық сөздерін көңіліне алма, кешірімді бол. Алдында ұршықша үйіріліп тұрсаң, неге жек көрсін сені? Ақылыңызды басшылық қаламын, көне қойса. Мінезін жібектей езіліп, қызмет көрсетсең, неге көнбесін? Осы аз уақытта Раушан жасы елдің болмашыға томырылап, қара бұлттай түйіліп қалатын тоң мінезін байқады. Балжан, сенен өтініп сұраймын. Ата-анасынан да, өмірлік қосағынан да ерте айырылып, жетімдіктің де, жесірліктің де қасіретін көп тартқан кемпірмен жағаласа бермей, кішілік көрсетті. Жарайды тәте, сау болыңыз деді қозғала беріп. Көріскенше. Арада бір шама уақыт өткенде Раушанда келін мен ене қарым-қатынасында өзгеріс бар ма деп, келін өткенде құлағына құйған ақыл кеңесімен қорытынды шығара ма деген ойлар кейуананікіне қарай жетеледі. Балжан өзін құрақша қарсы алды. Сәлеметсіз бе тәте, келіңіз, үйге кіріңіз деп есік ашты. Келіннің ыстығы ықыласы жақсылықтың, үлкен өзгерістің нышаны. Рәуіштеніп, Раушанның мерейін өсірді. Келіннің ілтипатына дән риза, әрі таң. Амансың ба әпке, денсаулығыңыз қалай? Қол машинамен құрақ құрап отырған кейуанадан жөн сұрады. Құдайға тәуба, келіннің бетін бер қаратқанына рахмет, деді Раушанға денесімен бұрылып. Сыйға сый жасауды ұмытпаңыз әпке. О не дегенің, жалпылдап ақ жатырмын, қайтсем көңілін табамын деп, бірақ бұ келіннің құбылмалығынан іш жиямын. Жадырай күліп отырып, демде бұрқан-тарқан ашулана салу ол үшін қалыпты жағдай сияқты. Бабын табу қиын деніші. Иә, өте қиын. Шаңырақтың түтіні дүзу шығып, отбасында татулық салтанат құрғанына өз үлесін барын сезген Раушан іштей қуанып қайтты. Күн сенбі. Ауыл әкімі хабарласып, Раушан Нұрбергенқызы, әйелдер кеңесінің төрайымы ретінде бір отбасындағы кикілжіңді басуға Рәштәте екеуіңіз барып қайтсаңыздар деген өтінішім бар, деді. Кімнің отбасы? Кенжегүл апанікі. Жақсы, барайын. Үлкен ала сөмкеге бірдемелерді салып жатқан Балжан келгендерге амандасқанның ырымын жасап, аузын ғана жыбырлатты. Орнынан да тұрған жоқ. Балжан, қарағым, не болғанын айтшы. Раушан түрегіп тұрған күйінде одан жауап күтті. Істемеген ісімнен кемшілік іздейді. Тиісу үшін болмашы нәрсені желеу етіп дүрсе қоя береді. Көршілермен сөйлесе қалсам, бас бағып кеп тыңдайды. Ішкі бөлмеден сүйретіле басып шыққан Кенжегүл кейуананың бір-ақ уыс беті боп-бос, аурудан тұрғандай жасаураған қоңыр көздері оларға айыпты адамдай төменшіктей қарайды. Кемпірдің бейшара кейпін көргенде Раушан оны аяп кетті. Өзін іштей кінәлі сезінді. Не істесем екен? Ұрыс керіс ақмақ келінінен. Ана сүтімен кірмеген ақыл кеңес берумен кірмейді екен ғой. Басқаша бір әдіс қолданып көрейін. Амансыз ба әпке? Рәш кейуананың алдынан шығып бетінен сүйді. Шүкіршілік, өлмеген соң адам жүреді екен ғой, итшілеп. Тағы не боп қалды әпке? Кіреберісте шашылған аяқ киімдерді жинастырып жүрсем, ойымды дәнеме жоқ. Үйге кіре шаптыққаны. Енді жетпегені тынтындағаның қалып еді. Көршілерге мені жамандайды екенсің. Балама бәленшенің қызын алып беретін едім. Өзі келіп кіріп алды депсін. Аузынан ақ ит кіріп қара ит шықты.
Жас адамнан осындай сөздер шығады екен ау сірә. Қысқасын айтқанда, маңдайымның сорына біткен келін болды ғой бұл. Сыртымнан жамандайтының өтірік пе? Көрші Жайсанбайдың әйелін ертіп келсем, бетіне қойып береді. Көзіне күйік болсам, кетемін, орныма бидай ек. Әй, қарағым, болдым ба, деді Рәш шыдамай кетіп. Сөйтті де жауап күтпестен шыға жөнелді. Аз уақытта орта бойлы, толықша келген қара торы орташа жастағы елді ертіп келді. Зияш, мына келінге енең өзі келіп кіріп алды деп айтты депсің. Қане, Кенжегүл әпкемнің солай дегені рас па? Бәріміздің алдымызда ашық айтшы. Мына келінге айтыппын ба? Қашан айттым? Ей, қарағым, ондай былық-шылығына мені араластырмай жайыңа жүр. Жас басыңмен не деген өнекесіз адамсың. Бәлен жыл көрші отырып, шайт деспеген үлкен кісімен ұрыстырайын дедің бе? Жарайды, Зияш, сабырға кел. Енді бара беруіне болады. Рахмет. Рәш Балжанға бұрылды. Қарағым, келін, үйінде өз шешенмен де салғыласып, ұрыссасын ба? Жоқ, апаммен ұрсыспаймын. Әй, қайдам, анасын тыңдап, сыйлаған қыз, күллі аналарды сыйлап құрметтейді. Мен 6 ұл, 3 қыздың анасымын. 4 келінім бар, бәрі жоғарғы оқу орындарын бітірген. Бірі алдымнан қия өтпейді. Қыздары да, ұлдары да үлкендерді сыйла, солардың батасын ал. Ешқашан үлкендердің қарғысына қалма. Қарғыстың қалпақтай түсіретіні рас деп үйреттім. Сенің апан бұлай деп үйретпеген сияқты ғой. Рәш аз-кем ойланып сөзін жалғастырды. Балжан, өрі кетіп, ылдия қалған енеңе әлгіндей сөздер айтуға, сен деп сөйлеуге қалай дәтің барды, а? Енең жанашырың, қамқоршың ғой. Зейнетақысымен сендерді асырап отырған кейуананың жазығы не? Қалай ойлайсың? Менікі жөн емес, апа, Балжан жылап жіберді. Ендеше өзіңді өзің тәрбиелеп, жөнге салуға ерік күшін жете ме? Жетеді. Жететініне бізді сендіресің бе? Сендіремін. Раушан келіннің сөзіне сенген жоқ. Енесімен салғыласуды одан қарадай түңілдірді. Сондықтан әлгіндей көңіліне алған әдісті қолданбаққа бекінді. Балжан, қарағым, жаңа ғана кететінді айттың, күнде жанжал шығарып, әпкемнің шарадай басын шақшадай еткенше кеткеніңді құптаймын. Алатын заттарыңды жина, қазір көлік шақыртамын. Әке-шешенің қолына өзім апарып табыстаймын. Жолда бірдемеге ұшырап қалсан, әпкеме кесірің тиеді. Нұрбек келген соң кетемін. Сол Нұрбек Кенжегүлден туған. Күйеуіңді қимайтыным бар, ененмен неге ала жылан ашпағасын? Кетесің бе, жоқ қаласың ба? Қаламын. Қалсан шартым бар. Кез келген шартыңызды орындаймын. Аспандағы айда пермей-ақ қой, айналайын келінжан. Енеңді сыйлап, құрметтеуге, ренжітпеуге шаман жете ме? Өзіңді тәрбиелей аласың ба? Тәрбиелеуге тырысамын, кешіріңіздер. Артық кеткенімді кеш ұқтым. Кешірімді бізден емес, енеңнен сұра. Апа, кешіріңіз. Құдай кешірсе кешірмей қайда барады дейсің. Раушан мен Рәш жұмыстары біткендей боп кері қайтты. Жаман нәрсенің жаман әсері көңілдеріне кірбің түсіріп, жекелеріне жүгіртқандай. Ертесінде Кенжегүл асылып өліпті деген суық хабар жұртты дүр сілкіндірді. Раушанның жүрегін жұлқылады. Көршілерінен естуінше, Нұрбек жұмыстан келген соң, Балжан оған бүгін болған оқиғаны түгел баяндапты. Екі әйел келіп, мені үйіңе апарып тастаймын деп жер жебірме жетті деп сықсындапты. Үйде ұрыс қайта тұтанып, Жайсанбайдың әйелін шақырыпты Нұрбек. Көршілердің көзінше Нұрбек шешесіне тіл тигізіпті. Кенжегүл кейуана ләм-мим деп жақ ашпаған күйінше бөлмесіне кіріп кетіпті. Содан қайта шықпапты. Туған жалғыз ұлдан түңілген ана тірі жүргеннен өлгенді артық санағаны бешенеден белгілі.